Келесі айтатынымыз ол бізде кері функция. Бізде мысалы мынандай функция берілсін. Y тең f от x функциясы берілсін. Еске түсірейік анықтамасын. Функция деген не екен? Функцияның анықтамасын еске түсірейік. Функция дегеніміз ол бізде қандайды бір a жиынының әрбір элементін, a жиынының әрбір элементін, b жиынының тек бір элементіне сәйкес қоятын ережені функция деп айтатын едік. Енді кері функция. Кері функция бізде былай айтылады. Y тең f от x функциясының кері функциясы деп, біз керісінше b жиынының әрбір элементін a жиынының әрбір элементіне сәйкес қоятын ережені осы берген функцияға кері функция деп айтамыз. Енді осы кері функцияның табу алгоритмін көрсетейік. Бірінші есеп былай дейді. Мына функцияның кері функциясын тап дейді, және сол екі функцияны, яғни мына функция мен оның кері функциясын бір координаталы жазықтықта салыңдар дейді. Жақсы, шешейік. Шешу. Бізде функциямыздың берілген жазып қойық. Y тең 5x қосылған 2. Қараңыздар, алгоритмі былай. Қазір біз мына жақта тұрған сандардың бүкілін сол жаққа жіберемізді, оң жақта тек x-ті қалдыру керекпіз. Оң жақта тек былай x, былай тұру керек. Жақсы, бастайық. Ол үшін біз алдымен мына 2-ден құтылайық. 2-ні біз сол жаққа жіберейік. 2-ні сол жаққа жіберген кезде ол қандай таңбамен кетеді? Дұрыс, минус. Сонда болады. Y минус 2 болады. Тең 5x-қа. Енді біз құтылайық мына 5-тен. 5-ті сол жаққа жіберген кезде, мұнда бізде көбейтіліп тұр. Ол мына жаққа кеткен кезде ол бөлу амалымен барады. Сонда Y азайтылған 2 бөлінген 5 болады. Тең x-қа. Жақсы, міне біз мақсатымызға жеттік. Оң жағында x жалғыз тұр. Енді функция түрінде жазайық. Ол үшін сіздер мына x-тің орнына y деп жазасыздар, ал y-тің орнына x деп жазасыздар. Сонда бізде y тең, мына x-тің орнына мен y деп жаздым. Мынаны жазамын. X алынған 2 бөлінген 5. Мына y-тің орнына мен x деп жаздым. Жақсы. Мына пайда болған функциямыз, мына бастапқы берген функцияның кері функциясы болады. Енді осы екі функцияның графигін салып көрсетейік. Мен ол үшін бағдарламаны пайдаланайын. Бірінші функцияны жазайық. Ол бізде y тең 5x қосылған 2. Міне салып болдық. Енді екінші функцияның графигі ол бізде y тең x бөлінген 5 азайту 2 бөлінген, так, мында қате жазылып кетті. X бөлінген 5 азайтылған 2 бөлінген 5. Так, біз салып болдық. Қазір мен сіздерге жақсылап тұрып көріну үшін кішкене түстерін өзгертейін. Қараңыздар. Көк түсті ол бізде бағанағы берілген функциямыз, ал қызыл түсті функция ол берілген функцияға кері функция болады. Жақсы, мынау бізде әзірге тұра берсін. Қазір мен сіздерге бір нәрсені айтамын.
мына есеп шығарып болғаннан кейін. Келесі. Екінші мысалды қарастырайық. Мына берілген функцияға кері функцияны жазайық және оның графиктерін салайық. Шешу. Берілген жазып қойық алдымен. Ол бізде y тең 3 бөлінген x алынған 1. Бұлай істейік. Мына жерде қараңыздар, бұлай істеп жүруге болады. X пен y-ті орын ауыстыру керек. Яғни мына жақта бізде x тұру керек, мына жақта y болу керек. Бұлай істеп жүрейік. Мынаны бізде бөлімде тұр, яғни бөлім тұр. Оны біз мұнда көбейтіп жіберейік, ал y-ті керісінше мұнда жіберейік. Сонда бізде мынандай өрнек пайда болады. X алынған 1 тең 3 бөлінген астында y қалады. Жақсы. Енді бізде x қараңыздар, мына жерде жалғыз тұрған жоқ. Біз әлі құтылған жоқпыз мына жерде 1-ден, минус 1-ден. Сол 1-ді оң жаққа жіберейік. Ол бізде барады қосу амалымен. Сонда x тең болады 3 бөлінген y қосу 1. Жақсы. Біз сол жағында қарасаңыздар, мақсатымызға жеттік. X жалғыз тұр. Қалғанның барлығы оң жағында тұр. Енді кері функция екенін көрсету үшін біз мына жерде x-тің орнына y-ті жазайық, ал y-тің орнына x-ті жазайық. Сонда y тең 3 бөлінген x қосылған 1. Мына жазған функциямыз бастапқы мына функцияға кері функция болады. Енді графигін салайық. Графигін салу үшін жаңағы бағдарламаны пайдаланайық. Графигін қалай саламыз? Так, қазір мен сіздерге көрсетейін. Мына график салып көрейін, сосын көрсетейін, жақсы ма? Y тең 3 мұнда 3 бөлінген x алынған 1. Так, мынау 1 берілген функция. Енді кері функцияны салайық. Y тең 3 бөлінген x қосылған 1. Міне жасылымен мына түсті өзгертейік. Қазір мынау жасылы, мынау болсын бізде мындай қоңыр. Так, енді қараңыздар, мына суреттерге қарап нені байқап тұрсыздар? Мына көк пен қызылды, жасылы мен қоңыр. Параллель көшіру? Так, жоқ, параллель көшіру емес, тағы да не көріп тұрсыздар? Онда мынандай подсказка қараңыздар. Симметриялы бола ма, как-то бір қарасаңыздар? Мысалы, мынандай екі. Мына қара түсті түзуді алайық. Так. Қараңыздар, мына қара түсті түзуге қарағанда симметриялы болып тұр ма? Мысалы, мына жасыл мен қоңыр. Жақсы, мына жерде байқалмаса, қатты мен сіздерге мына нәрсе айтайын. Функция мен оған кері функцияның графиктері симметриялы болады. Міне, қараңыздар, міне қара түсті түзуді көріп тұрсыңдар ма? Қара түсті түзу. Осы қара түстіге қарағанда, мына көк түсті түзудің симметриясы міне мынау болады. Симметриясы. Яғни, мысалы, мына жерде нүкте мына жерге көшеді, мына жерде нүкте мына жерге көшеді, мына жерде нүкте мына жерге көшеді. И солай көшірген кезде, қараңыздар, мына көк түсті түзу мынандай симметрия болып шығады. Қызыл түске симметриясы. Тағы да біреуін көрсетейік. Ол мысалы міне мынау. Мысалы, мына жердегі нүктені мына жерге көшіресіздер,
мына жерде нүктені мына жерге көшіресіздер. Мына жасыл мен қоңыр сонда симметриялы болып шығады.